Қайырлы күн, барша тыңдарман қауым YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Білім ал, өзіңді жетілдір. Адам баласы дүниеге көзін ашқан сәттен бастап, өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеп жүруді, тіл қатып сөйлеудің өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін тұсы да осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әрқайсының өмір сүруге қажет қабілет қарымы болмысында, туа бітті табиғатында бар. Оларда сана жоқ. Сондықтан олар арнайы оқып-тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты, төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің де адам секілді нәпсілік қалауы жоқ. Ішпейді, жемейді, үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды. Демек, күреспейді, қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де, даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойнында болған бас игендігінің сыры осында жатыр. Адамды періштеден үстемекке ең биік қасиетті оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам білмеген нәрсесінің дұшпаны, әсіресе хабары жоқ нәрседен күдіктеніп қорқады, шегіншектеп тартынады. Ал оқып, біліп, зерттеп, білмеген нәрсесінің табиғатын, қыр-сырын түсінген кезде өз-өзіне деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамы нық, дауысы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады. Құранда білетіндер мен білмейтіндер бірдей ме делінгені де міне сондықтан. Басқа бір аятта Алла араларындағы шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берілген білімділердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деп, бұл дүниеде де, ақыретте де білімді адамдардың дәрежесі үстем болатындығы білдірілген. Имам Шафиғи бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Иә, білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбатқа түседі. Ендеше, ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіңе инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме, сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүниеде өзі малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білімге салған қаражатың, жұмсаған уақытың мен қажыр-қайратың саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бірақ алаяқтардың ұйымдастырған сапасы семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң, өзіңе деген сенімділік те, қажет жетістік те көп кешікпей жаныңнан табылады. Олай болса, қандай жаста болсаң да, нендей жағдайда жүрсең де, әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақытты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазіргі уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген ілімің бүгін жарамай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күнің жаңа нәрселерді үйренумен білім көкжиегін кеңейтумен өтсін. Бойыңдағы үрейден арыл. Қорқыныш пен үрей Алланың адам табиғатына орнықтырған ең керекті сезімдердің бірі. Басыңа келер қауіп-қатерден қорғану үшін бұл сезім аса қажет. Егер бұл қасиет болмаса, жауапкершілікті мүлде сезінбес едік. Бәлкім, қайнап тұрған суға, жанып тұрған отқа түсуден де, биіктен секіре салудан да қорықпас едік. Қорқыныш сезімі болмағанда батырлық пен ерліктің де қадірі болмас еді. Қорқу сезімі адам жаратылысындағы табиғи құбылыс. Адам қорыққанда мидың бірнеше бөлігі қызмет етеді. Әр қайсысының өз міндеті бар. Мәселен, таламус мүшелерден көз, құлақ, дене және тағы да сол секілді келген ақпаратты қайда жіберетінін шешеді. Соматосенсор қыртысы келген ақпаратты түсіндіреді. Гиппокамп жадқа жауап береді және не болып жатқан анықтайды. Амигдала келер қауіпті анықтайды және қорқыныш пайда болған сәттерді есте сақтап қалады. Ал гипоталамус ағзаның қорғану реакциясын іске қосады. Бұл әдеттегі қорқыныштың жүріп өтетін жолы. Енді осы кезде адам белгісіздікке қадам басып, тәуекел еткенде гиппокамп бұл әрекеттің нәтижесін болжай алмай қалады. Ал
сенсор қыртысы не болатынын түсіндіре алмайды. Сөйтіп, адам миы отқа түскен көбелектің күйін кешеді. Адам баласы ең үлкен қорқынышты сезінеді. Бүкіл ағзасымен қоса жан денесі де қорыққаннан қайтерін білмей дал болады. Сөйтіп, гипоталамус бірден бар күшімен іске кірісіп тәуекелдің жолын бөгейді, қорғанады. Нәтижесінде адам жаңа нәрсе жасаудан тартынады да, осыған дейін өзі секілді мыңдаған бейбақ жүрген соқпақ жолға түсіп кетеді. Мұндай адам ешқашан бар әлеуетін, яғни потенциалын толық аша алмайды. Әйтеуір жаны бар адамның ғұмырын кешіп өтеді. Демек, барлық адам қорқады. Бауыржан момышұлы айтпақшы, ешкім іште батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жетістікке жеткен небір мықты тұлғалардың басқа адамдардан айырмашылығы іштегі орынсыз қорқынышын жеңіп, үрейге қарсы жүзе алуында жатыр. Ал ынжық пенде өз үрейіне қамалып, қорқынышты ойларына маталып, әрекетсіз бір орында қала береді. Теодор Рузвельттің мына сөзі қандай орында айтылған: жеңіс тұғыры болмайды. Кез келген талпыныстың қателіксіз жүзеге асуы екіталай. Іс жасаған адам міндетті түрде қателіктің дәмін татады. Жеңілістің ащы, жеңімпаздықтың тәтті дәмін татпай, адам шынайы жетістікке жетпейді. Жақсылық жолында қателесу тұғыры биік, абыройлы іс. Демек, қателесуден қорықпа. Альберт Эйнштейннің өмірде қателесіп көрмеген адам ешқашан жаңа нәрсе жасап көрмеген адам деген қанатты сөзі бар. Меніңше, еш нәрсе жасамаған адам да қателеседі. Өйткені бір рет берілген қамшының сабындай қысқа өмірде жаңа нәрсе жасауға ұмтылмаудан асқан қателік жоқ. Әрбір қателік тәжірибе, әрбір жаңылысу жақсы іске жетелейтін баспалдақ. Томас Эдисон 10 мыңнан аса жасаған тәжірибесі сәтсіз болғаннан кейін ғана электр шамын ойлап тапқан екен. Сондағы айтқаны, мен 10 мың рет сәтсіздікке ұшырап жеңіліс тапқан жоқпын. Бар болғаны 10 мың жұмыс істемейтін жолды анықтадым. Көп жағдайда адам баласы өзі білмейтін нәрседен қорқып, алдында не күтіп тұрғанын болжай алмаған жағдайда үрейленетінін айттық. Мысалы, тас қараңғыда жөн табу қиын. Әрдайым бір нәрсеге соғылып қаламын ба, құлап кетемін бе деген үрей бойды билейді. Яки кез келген сыбдырдан күдіктеніп, әрбір қарайғаннан үркесіз. Олай болса, қорыққан нәрсенің қыр-сырын білуге ұмтыл. Ол жайлы зертте, кітаптар оқы. Сонда алдыңдағы соқыр тұман ашылады. Айналаңды көре аласың. Қайда бара жатқаныңды білген кезде бойыңдағы қорқынышты сейіле бастайды. Мысалы, бір бизнес бастағың келді, бірақ оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, ұңғыл-шұңғылын терең білмегендіктен, жұмысым іске аспай қалса не болады деп қорқасыз. Жылдар өтсе де батылың жетіп, ойыңдағы кәсіпті бастай алмай шегіншектей бересіз. Ал оны жан-жақты зерттеп, түрлі кітап оқып, сол салада тәжірибелі адамдармен ақылдасып, істің ретін біліп, тәуекелді барынша азайтқанда өзіңе деген сенімділік пайда болады. Бойдағы кері тартып тұрған үрей де сейіле бастайды.